Что за квартира деп орысша бастап қоясың ғой. Мә, не деген ремонт десеңші, қарасай. Тамаша, қабырғалары. Айта кетейін, біздің көріп жатқан пәтеріміз 3 бөлмелі пәтер, достар. Қараңыздар, кіреберіс жерінен бастап пәтерде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қабырғасындағы бояуы, еденінің түсі бәрі күшті үйлескен. Енді қараңыз. Керемет, қараңыз қабырғасын. Кіреберіс есігінен бастап бағалы есік. Айтпақшы, үйде бізде пәтерімізде теплый пол, толығымен еденіміз паркеттелген. Енді былай қарай ең бірінші жатын бөлмеден бастайық. Тура бөлікте тұрған есіктерін қарап жүріңіздер. Ашық түсті есік. Мынадай жиһаздары да сәнді. Жоғарғы жақтағы жарықтандыруын енді аямаған, жарықты деген. Тамаша жасаған. Қараңыз, жатын бөлмесі, пердесі қандай, жатын жері қандай. Жоғары жағында әдемі екі жағынан жарықты берген екен. Так, мына енді маңызды бөлмелердің бірімен танысайық. Қараңыз, ас бөлменің территориясын. Столешницадан цветі қандай түсі. Қараңыз, мынау электронный пеш. Так, не айтуға болады басқа? Тамаша. Енді мынаның барлығы қалада. Прямо енді кухонный гарнитурдың сырты жылтырлап тұр. Көзге әдемі көрініп, мынаның өзі керемет сән беріп тұр. Енді әр түрлі дизайн араласқан мына жерде, стиль. И мына жерде лоджияны біріктіріп жіберіп, тамаша жарықтандырып жасап қойған екен. Перден ілген. И кондерді мына жерге қойып қойған. Супер енді. Вообще таңғаласың. Так. Бұлай қарай бізде жуыну бөлмесі. Жуыну бөлмесінің ішкі көрінісі. Стиралканы әдемі үйлестірген. Рафияның астына қарай бұлай. То есть, жасаған. Мына жерде душовой. Айтпақшы, сыпырғышпен ұшуға да болады. Так. Мына жер енді қалай айтсам болады, восточный стильде келтіріп жіберген. Құдды бір шығыс моншасында душқа түсіп жатқан сияқты боласың. Тамаша енді есіктері. Тағы да бір жатын бөлмеміз. Қабырғасында обой ерекше. И дәл осы жерден үйдің енді автономды жылуын көрсетіп жіберу керек. Автономный пеш. Счетчиктері бар. Тамаша вариант.